Жастар кез келген мемлекеттің негізгі тірегі, болашағы мен дамуының негізі. Олар қоғамның ең белсенді, шығармашыл, жаңашыл бөлігі. Елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуындағы маңызды рөлді жастар атқарады. Жастардың ой-өрісі, білім деңгейі, еңбекке деген көзқарасы мен азаматтық жауапкершілігі елдің ертеңін қалыптастырады. Сондықтан да жастардың дұрыс тәрбие алуы, олардың білімді әрі саналы азаматтар болып өсуі өте маңызды. Абдырауф Фитраттың айтуынша, жас ұрпақты толыққанды дұрыс жолда тәрбиелеусіз қоғамды реформалау және оның дамуына, өркендеу жолына бағыттау мүмкін емес. Тәрбие неғұрлым жақсы болса, халықта соғұрлым бақытты өмір сүреді дейді Дана. Науаи мемлекеттік тау-кен және технологиялар университеті тау-кен металлургия саласында білікті кадрлер дайындайтын орталық Азиядағы беделді жоғарғы оқу орны болып саналады. Жарты ғасырдан астам тарихы бар білім ордасы 2022 жылдан бастап Науаи мемлекеттік тау-кен және технологиялар университеті болып жұмыс істеп келеді. Қазіргі таңда 11 мыңға жуық талапкер білім алып жатқан университет ұзақ жылдар бойы Науаи тау-кен металлургия комбинатымен тікелей ынтымақтастықта жұмыс істеді. 4 факультет, яғни тау-кен ісі, энергомеханика, химия, металлургия және ауыл шаруашылығы факультеттерінде 20-дан астам бағыт бойынша бакалавриат және магистратура бағытында білім беріледі. Қазіргі уақытта Науаи мемлекеттік тау-кен және технологиялар университеті әлемнің 60-тан астам жоғары оқу орындары, компаниялары, ғылыми зерттеу мекемелері арасында меморандумдарға қол қойылған. Германия, Ресей, Беларусь, Қытай, Испания, Жапония сияқты елдердің беделді университеттерімен 1+1 және 2+2 бірлескен білім беру бағдарламалары құрылды. Әрине, студенттік кезең адам өзінің болашағына берік іргетас жасайтын маңызды кезең. Сондықтан Науаи мемлекеттік тау-кен және технологиялар университеті талапкерлердің оқу тәрбие барысын тиянақты жалғастыруға жан-жақты мән берген. Атап айтқанда, университетте қажетті ғылыми және әдеби кітаптармен толық қамтамасыз етілген заманалық ақпараттық ресурс орталығы жұмыс істейді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 14 наурыздағы отбасы мен әйел қыздарды қолдап қуаттау тізімін және де ынталандыру шаралары турасындағы қаулысының орындалуын тәміндеу мақсатында аталмыш университет ректорының бастамасымен Тамда ауданындағы жалпы білім беру мектептерінің бітірушілері оқу курстарына жұмылдырылды. Шалғайдағы аудан жастары өздері таңдаған бағыттар бойынша алдағы мемлекеттік емтихандарға дайындық көруде. Оларға университеттің профессор оқытушылары жаттығулар өтуде. Тамда ауданы 16 мектептің 11 сыныбын бітірдім. Мектеп бітірген соң, экзамендер аяқталған соң, осында Тамда ауданының әкімшілігімен және Горный университеттің келісімімен осында 1 айлық тегін оқуға келдік. Бұл жақта біз математика, физика, ағылшын, құқық, тарих секілді пәндерден сабақ аламыз. Сабақ таңғы сағат 8-ден басталады, сағат 11-ге дейін және кешкі уақытта бар. Ал 4-тен басталып сағат 7-ге дейін. Біздің осы жатақханаға жайғасқанымыз, осы жақта оқып жатқанымыз барлығы тегін. Енді біз осы мүмкіндіктерден пайдаланып, барлығымыз мен және осы менімен келген достарым барлығына сәттілік тілеймін. Грантқа оқуға түсіп, осы Горный университеттің талапкері атануға тілектеспін. Тамда ауданы және де осы Горный университеттің ұстаздарына алғысымыз шексіз. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де білікті жастардың қолында. Жастар алдыңғы буын ағаларының жолын лайықты жалғастырып, өздерінің сенімді ізбасар екенін дәлелдеуде. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы күші жастар. Бүгінде жастар озық идеялармен қаруланып, еліміздің дамып өркендеуіне үлес қосып келеді. Жаттығулардан тыс кітапханада тамдылық жастар әдеби кітаптарды да оқу мүмкіндігіне ие. Науаи облысы Тамда ауданынан келіп отырмын. Біздерде осы спорттық шараларда өтеді. Көбінесе волейбол, теннис, шахмат. Бұл жерде тек сабақтан бөлек кітапханаларда бар. Біздер әдеби кітаптар оқимыз және біздер Горный университетінің талапкерлері болуды мақсат еткенбіз. Қазір мен химияны таңдап отырмын. Мұғалімдер бұл жерде жақсы сабақ береді. Біздер осы жерде 1 ай көлемінде білім алып,
және оқуға тапсырамыз. Бірінші елбасымызға рахмет айтамыз. Келешекте біз осы Горный универіне түсіп, жақсы маман болып, елге пайдамыз тиетін азамат болуымыз керек. Biz bilamizki, prezidentimizning tegishli qarorlari bilan olis cho'l hududlardagi bitiruvchilar uchun juda ko'p imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, dolzarb 90 kunlik doirasida universitetimiz rektor tashabbusi bilan Tomdi tumanidan 30 nafar bitiruvchilar universitet yotoqxonasiga joylashtirildi hamda qishloq xo'jaligi fakulteti binosida bepul o'quv kurslari tashkil etildi. Kurslarda matematika, fizika, kimyo, biologiya, ingliz tili fanlaridan universitetning professor o'qituvchilari malakali darslar olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad olis cho'l hududdagi yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olishni ko'paytirish. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, Tomdi tumanidan kelgan yoshlar uchun yotoqxona va o'quv kurslari bepul tashkil qilingan. Bu kurslar 16-iyundan boshlab tashkil etildi. O'quv kurslaridan tashqari yotoqxonada ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda sport to'garaklari tashkil etilgan. Biz o'ylaymizki, Tomdi tumanidan kelgan yoshlar o'quv kurslarini tugatgandan so'ng oliy o'quv yurtlarining talabasi bo'ladi degan umiddamiz. Mаңызды 90 күндік. Әрине жаз мезгілі тек демалыс уақыты ғана емес, білімді шыңдау үшін берілген зор мүмкіндік. Оқу курстарында білімін шыңдап жүрген таңдылық жастардың болашағынан зор үміт күтіп, алдағы емтихандарда сәттілік тілейміз. Науаи тау-кен металлургия комбинаты акционерлік қоғамы солтүстік тау-кен басқармасы Даугустау кені жұмысшыларына арналған 174 орындық жатақхана пайдалануға берілді. Айта кетерлігі, бұл нысанның құрылысын солтүстік тау-кен басқармасы жүргізіп, оның құрылысы мен жабдықталуына 6 миллиард сомнан астам қаржы жұмсалды. Ғимаратта жатақхана ғана емес, сонымен қатар көптеген қосымша тұрмыстық нысандар бар. Онда 80 орындық ас үй және демалыс орындары қарастырылған. 35 yildan beri yashayman oilam bilan. Xudoga shukr, mana shu yerda karyeramizda ishlab, ro'zg'orimiz nima qilyapmiz, boqyapmiz, bolalarimiz katta qildik, hammasi sog'-salomat o'ynab kulib. Bu men yashagandan beri bu yer o'zi tashlandiq joy edi. Mana bunday bo'lib obod bo'lib, hamma joy zo'r bo'lganligi uchun men xursand bo'ldim. Shu yerda o'zimiz ham qatnashib, tozalab, chiroyli qilib qurdik. Mana hozir men o'zim xursandman-da, posyolkamiz, Daugustavimiz gullab yashnashiga. 14 yildan beri shu kasbda ishlab kelyapman. 180 o'rinli yotoqxona qurildi meniki. Bu tashabbuslarni nimasi Navoiy kon metallurgiya kombinatining Shimoliy kon boshqarmasining aksionerlik jamiyati mutaxassislari tashabbusi bilan mana shu yotoqxona ochildi. Hamma sharoitlari bor. Ishchi xodimlari og'ir mehnat qilib kelyapti, mana sharoitlarni yaratib qo'yibdi. 7 kun ishlab, 7 kun dam oladi. Yotoqxona emas, mehmonxona. Mazza qilib dam oladilar ishchilarimiz. Xursand hammasi. Даугустау кені комбинаттың озық және болашағы зор кендерінің бірі болып табылады. Бұл орында 700 жұмысшы еңбек етеді. Аталмыш кенде ағымдағы жылда 45 миллион тонна тау жыныстарын қазып алу жоспарлануда. Даугустау махалла fuqarolar yig'inida juda ajoyib kun. Buning sababchisi Shimoliy kon boshqarmasida chiroyli yotoqxona tashkil etildi. Bu yotoqxonada albatta bizni 60% xotin-qizlarimiz ishli bo'lgan. Bundan keyin ham Xudo xohlasa mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarimizning xotin-qizlarini mana shu rahbariyat bilan kelishgan holda mana shu yerga ishga joylashtiramiz deb kelishib oldik. Xotin-qizlarimiz Daugustau konida ishlab o'z oilalariga daromad olib kirmoqda. Mana shu 4 ta yotoqxona o'zimizning qo'rg'onimizda qad rostladi. Xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash uchun bizga juda yaxshi imkoniyatlar yaratdi deb o'ylayman.
Еліміз экономикасының тұрақты дамуы қоғам дамуының маңызды факторларының бірі. Сондықтан елімізде жоғары технологияларды тиімді пайдалану бағытында нәтижелі жұмыстар жүргізілуде. Қызылқұмда орналасқан комбинаттың 3-ші гидрометаллургиялық зауыты тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында пайдалануға берілген алғашқы ірі өнеркәсіп нысандарының бірі болды. 3-ші гидрометаллургия зауыты биыл 30 жылдық мерейтойын атап өтуде. Өнеркәсіп пен ұшқыдыққа жаңа тыныс әкелген аталмыш зауыттағы қызметшілердің басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Олардың баршасы өз кәсібін жанындай сүйіп, осы саланы өркендету мақсатында аянбай тер төгуде. Осындай жанашыр жандардың бірі Нағашыбек Құттымұратов. Asli tug'ilgan joyim shu Uchquduqda, Shalqar ovulida tug'ilganman. Shalqar ovulida tug'ilganda bu yerlarda umuman shaharning o'zi ham kichkina shaharcha edi. 1980-yillar umuman kichkina shaharchamiz bor edi. Shalqar ovul ham juda kichkina edi. Katta shaharlarga qatnash yo'li bitta temir yo'l edi. Bu temir yo'l ham haftasiga bir marta keladigan edi. Hozirgi zavodimiz turgan joylarda cho'l edi bu yerlar. Shu 93-yilda men eslab bilaman, bu yerlarda katta fundamentlar yotadigan edi. Va imoratlarning yarmi qurilgan, yarmi yo'q, shunaqa joylar edi. Bir paytlar boshlangan va tashlanib bo'lib qolgan edi. O'sha 93-yillar buni zavod ishga tushar ekan, tilla zavod bo'lar ekan deganda hamma odam hayron edi. Buni kim ishlaydi? Kimlar ishlaydi u yerda? Yashaydigan uydan arqan bir ko'chadan keyin o'zi temir yo'l o'tardi. O'sha bola paytlarimiz qiziq ko'rishga kelayotgan. Nimalar kelayotgan endi u yerda tasavvur ham qilib bo'lmaymiz. Katta narsalar, yashiklar kelayotgan edi. Qurilish boshlangan payt men maktab tugatgan nima qiziqdim? Shu qurilishga qiziqdim. Har xil nimalar kelyapti, Uchquduqqa tushyapti. Endi bizlar u payt bilmaymiz nima ekan. Qurilish boshlandi, shu cho'lda yurib, даже arada shu zavodni qurilish bo'layotgan payt ham aylanib ketamiz. Qurilish texnikumiga bordim, ekzamendan o'tdim va u ekzamenlarda oliy baholar oldim. O'sha bilan qurilishga niyatimga birinchi armanu niyatimga yetdim. Кейіпкеріміздің бала күнгі арманы осы саланың нағыз маманы болу еді. Ол арманы өзі туып өскен, кіндік қаны тамған осы өлкеде орындалды. Жастық қайратын, бар білім тәжірибесін осы салаға арнады. Бүгінде көп жылдық еңбектің жемісін көріп отыр. Өзіміздің Uchquduqqa келіп, Uchquduqda endi ishga kirish va qurilish bo'yicha ishlash niyatim bo'ldi. Zavodda qurilishni ko'rib qiziqdim deyapman. Shu zavodning qurilishida o'zim endi ishtirok qilsam, o'zim ham shu narsalarga yetishsam deganda niyatda shu qurilish texnikum tugatib kelgandan keyin zavodga kirasanmi deb taklif qildi. Men aytdim, mayli kiraman. Ikkinchi sexda tozalovchi bo'lib ishga kirasanmi dedi. Ma'qul, kiraman. Menga qanaqa ish bo'lsa ham kiraman dedi. Shu bilan tozalovchi ikkinchi sexga kirdim. Ikkinchi sexda tozalovchi ham 8-9 oy yurdim. Mutaxassislar kelib boshladi. Keyin ana o'shalarga iltimos qildi. Ulardan ular bizlarga o'rgatib boshladi. Bu qanday ishlanadi, qanday jarayonda o'tadi, tillarni qanday oladi. O'zim tozalovchi yurib ishlagan paytimda ham shu tegirmonlarga xizmat ko'rsatdik, klassifikatorlarga xizmat ko'rsatdik. O'zim shunchalik qiziqdimki, bizlarda bunda qurilishlar davom etaverdi. Ham mehnat, ham bilim. Odam qancha o'rgandi, bizning zavodimiz shunchalik kattalashib boraverdi. Ana bugungi kunda ko'ryapsizlar, juda katta va даже мировой reytingning qatoriga tushgan zavodimiz. Hozirgi kunda imkoniyatlar juda katta. Juda kattaki, mana hozir kelayotgan o'qishlarni, institutlar tugatib kelayotgan yoshlarimiz ham bilimiz juda yaxshi. Hayot davomida o'qib borish kerak, o'rganib borish kerak. Hozirgi kunda aytaman, yoshlarimizning o'zi yangi texnologiyalarga birdan o'rganib ketyapti. Ular o'shanga tayyorlanib kelgan, o'qib kelgan va hozirgi kelgan yoshlar o'zlarining bilimi, bizlarning bilimimizni solishtirib, o'rganib, rivojlanib boryapti. Bu juda yaxshi natija.
Жақсыдан бақ қалады дейді дана халқымыз. Өзі жасап отырған мекенді абат орынға айналдыру, өз саласы арқылы қоғамға пайдасын тигізу әрбір замандасымыздың парызы мен қарызы. Осы саланың жанашыры болып, 3-ші гидрометаллургия зауыты қызметі барысына өзіндік үлес қосып жүрген жандарға айтар алғысымыз шексіз. Бұл игі шараларды атқару үшін әрине отансүйгіштік басты орында болуы қажет.